Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін восточный пирогтың ең дәмді, ең оңай рецептін дайындаймыз. Бізге қажет ингредиенттердің барлығын осы видеоның астына описанияға жазып қоямын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ұнға қамыр қопсытқыш және де қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң туралған жұмсақ сары майымызды алып, видеода көрсетілгендей қолмен жақсылап үгітіп шығамыз. Енді осыған бір жұмыртқамызды салып, үгітілмелі қамыр жасаймыз. Қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан қамырды шығарып, видеода көрсетілгендей қолмен әдемі етіп жайып шығамыз. Мен салмасына грех орехі мен мейізді қолдандым. Салмасы өзіңіздің қалауыңызға байланысты, немесе үйіңізде қандай жемістер бар, соларды қолдана берсеңіздер болады. Мысалы, кептірілген өрік, миндаль болса, өте дәмді болады. Менің бір кеңесім, мейізді кесіп салсаңыздар өте әдемі болады. Бірақ менің жағдайымда мейізді кескен жоқпын. Бұл пирогтағы ең басты нәрсе сгущенкамыз сапалы болғаны дұрыс. Мен өз жағдайымда при желании сгущенкасын қолдандым. Айналайынды қолдансаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей қасықпен жан-жағын жауып тұратындай етіп, сгущенканы жағып шығамыз. Тоқпешімізді 180 градуста алдын ала 5 минутқа қыздырып қойдым. 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз осылай қызарып шығу керек. Пирог өте нәзік және өте дәмді болды. Менің отбасыма қатты ұнады және де сіздер де пісіріп көріңіздер. Сіздің де отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға сәттілік, астарыңыз дәмді болсын.